Саламатсыздар ма, құрметті информатика пәні мұғалімдері. Мен сіздерге бүгін қазір бейнеролик жасап жатырмын. Онлайн мектеппен қалай жұмыс істеуге болады. Яғни оның ыңғайлы жерлері көп. Ең бірінші, жаңа менде онлайн мектепке кіру үшін ең бірінші оқушыларды реттеуіміз керек. Оны реттеу үшін жаңа ең бірінші онлайн мектепке кіреміз. Жаңағы логин заучтың осы мектептің заучы арқылы, аккаунт арқылы кіру керексіздер. Міне логині, пароль, сосын менен келіп аласыздар. Яғни осыдан кіргеннен кейін сіздер келесі разделға көре аласыздар. Міне көрініп тұр сіздерге. Яғни біз мына жерде осы разделде расписание жасаймыз. Ал жаңа управление школада біз сыныпты реттеп, сол жерде жаңағы пән мұғалімдерді қоса аламыз. Ең бірінші біз жалпы мысалы мен қазір уақытта 10-шы В сыныптың оқушыларын ретке келтіріп жатырмын. Өйткені мына жерде келген оқушылар, кеткен оқушылар, тағысы басқа. Енді мына қараңыздар, біздің онлайн мектеп жүйесі осы мектепте, 69-шы мектепте бухгалтерия 2000 балаға ғана жарамды, яғни 2000 балаға ғана біз оны кіргізе аламыз, болды. Егер 2000 балаға жетіп қалса, оқушылар саны, біз аратай оқушыларды кіргізе алмаймыз. Сол себепті мен қазір бастауыш оқушыларды шығарып тастадым. Өйткені олар қазір уақытта көп қолданып жатқан жоқ. Яғни 3-ші сыныптарды қоса алғанда, егер байқасаңыздар, мен управление, сосын ученикиді бастым. Сол жерде бірінші беттерде әрбір сыныптарда жаңағы оқушылар саны жоқ. Яғни мен 1900-ге дейін оқушылар санын азайтып тастадым. Яғни 100 оқушы қазір бізде бос орын тұр. Яғни сіздер тағы да басқа сыныптарды 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптармен жұмыс істеймін десеңіздер информатика сабағында, яғни 3-ші сыныптар бар және 4-ші сыныптардың оқушыларын сыныптан шығарып жіберсеңіз, сіздерде бос орын болады. Яғни ол қалай істелінеді? Яғни оқушыларға басамыз. Яғни міне қараңыз, бізде мысалы міне 25 бала бар, 3-ші С сыныбы бар. Көзге басамыз. Көзге басқаннан кейін, так, менде микрофон істеп тұр ма? Тексере салайық. Микрофон істеп тұр. Яғни қараңыздар. Ала беріңіз, ноуды істемейді екен. Так, көзге басамыз да, міне исключите школы басамыз. Бірақ та ол жаңармайтын бет. Яғни рет-ретмен қалған оқушыларды біз шығара береміз. Бізде 5-ші, 6-ші шығару, сыныптан шығару өте оңай, көріңіздер. Сосын сол бетті жаңартамыз да, жаңа оқушылар саны азаяды осылай. 20, тағы да сынтағы. Енді өзіңізге керекті оқушылар санын шығарасыздар. Тағы да айтайын, сіздер 5-ші сыныптан бастап арғатай оқушыларды шығаруға рұқсат жоқ. Өйткені мен мысалы және Маржан өзімізге керекті сыныптарды реттеп қойдық. Ал сіздер, яғни 5, 6, 7-ші сыныптардың оқушылар санын өздеріңіз реттеп, өздеріңіз сабаққа қатысты дайындай аласыздар. Жоғары сыныптарды мен өз тобымды өзім реттеп қойдым. Енді қараңыздар, мұнда реттеп болғаннан кейін, одан кейін сіздер оқушыларды қосуыңыз керек қайтадан. Қайтадан оқушыларды басамыз. Маған 10-шы В сынып оқушыларын ретке келтіріп жатырмын. Міне 12-ші бетте қателеспесем, міне орыс тілінде қазір таңда менде бар жоқ 3 оқушы тұр. Мен қалған оқушыларды қазір кіргіземін. Көзді басам. Көзді басқаннан кейін мұнда бұл сынып қазір 2 топқа бөлінеді. Бірінші топ және екінші топ. Маған ыңғайлы бір топты енгізіп тастап, соны топқа ауыстыра салу, сосын келесі топты кіргіземін. Бөлек-бөлек. Так, жақсы. Енді қараңыздар, міне мен күнделікті қатарынан ашып қойдым. Міне бұл екінші топтың оқушылары. Енді бұл жүйеге кіргізу үшін жаңа добавить ученики кнопкасын басамыз. Яғни біз енді Қызырхан Алтынай деп тұр. Қызырхан Алтынайды таба аламыз списоктан. Өйткені ол жерде оқушының аты жөні және туған күні керек. Личные данные. Қызырхан. Так, бұл бізде фамилиясы Алтынай. Яғни туған күні. Дәл барлық ақпаратты біз күнделіктен енгіземіз. Бұл бізде қателеспесем қыз бала. Сақтаймыз. Міне шықты.
И дәл солай қалған оқушыларды біз кіргізіп, опа, өшіріп тастадым. Так. Енді Қызырхан артына, енді Мажлис Ернар. Так, мы. Мажлис Ернар. И дәл солай әрбір оқушыны рет-ретімен осы жүйеге қосуымыз керек. Қосып болғаннан кейін, так, бұл өзі мужской, туған күні. Енді осы сынып, жаңағы, осы сынып топқа бөлінсе, міне, подгруппы деген кнопка бар. Подгруппы, сосын создать подгруппы. Предмет. Осы тізімнен жаңағы информатика деп таңдайсыз. Создать. Міне, осы жерде жаңағы, мен жаңа айтқандай, ең бірінші сіздер бір топтың оқушыларын кіргізіп, оны подгруппа жасайсыздар. Тағы да создать подгруппы, информатика и жаңағы ол жасалмайды. Өйткені біз уже кіргізіп жасадық. Міне мына жерде жаңағы, міне бірінші подгруппа және екінші подгруппа. Мен бірінші подгруппа жасадым. Осылардың барлығы мен қазір екінші подгруппа лақтырып тастайын. Бәрі оқушыларды жаңағы, міне жаңағы кнопка арқылы міне жайған аламыз да. Бұл екінші мұғалімнің балалары. Ең бірінші екінші группаның балаларын қосып алуымыз керек. Сонда жеңіл ауыстыру бірінші топтан екінші топқа. Сосын жаңағы сосын арғадай келесі орындаймыз. Енді осыны жасап болғаннан кейін, подгруппалар реттеп болғаннан кейін, міне подгруппа бәрін. Енді біз сіздермен осы сыныптың жаңағы расписаниясына кіруіміз керек. Так, қателеспесем, осылай болу керек. Так, енді біз жаңа қайтам 10-шы Б сыныбына келеміз. Ол бізде міне 10-шы Б сыныбы. Бәрі дұрыс. Жаңа осы оқушыларға бізде қай сынып? 10-шы Б, қателестім. 10-шы Б бұл мінетір. Енді оқушыларға логин пароль алу үшін скачать в Excel кнопкасын басқанда автоматтарды бүкіл осы сыныптың жаңағы логин мен пароліндері шығады. Оны қағаз бетіне шығарып оқушыларға тарата аласыз. Енді біз сіздермен расписание құруымыз керек. Міне тұр, расписание. Осы жерде сіздер 10-шы сыныпқа, яғни 10-шы Б-ға мен сабақ кестесін құрастырамын. Бұл сынып топқа бөлінуге байланысты мен жаңағы екі пән мұғалімге жасау керекпін. Мысалы 10-шы Б мен көзге бастам. Енді байқадыңыздар, мұнда біреу жасаған расписаниясы тұр. Оның барлығын мен өшіру керекпін. Очистить расписание басамыз да, яғни бірінші жұмадан бастаймын. Подтверждение, екінші жұма, сосын үшінші жұма, сосын төртінші жұма, бесінші жұма, алтыншы жұма, жетінші, и осылай кете береді. Міндетті түрде барлық жұмаларды өшіріп тастауымыз керек, асықпай. Қалып қойса, сіздерге ол сосын сабақ кестесін жасағанда кедергі жасайды. 9, сосын 10 соңғы жұма, қателеспесем. Так, тексеріп алайық. Сен дұрыс, 10 жұма. Енді менің 10-шы В сыныбы, менің өзім сабақ кестеме сәйкес, ол бізде среда күні, міне қосам, предмет информатика. Яғни мен көрдіңіздер ме, автомат түрде бірінші подгруппа, екінші подгруппа. Мен білем, менде бірінші подгруппа екен. Мен бірден алу жоқ қоя берем. Ибраев Арман, пән мұғалімі. Кабинет жазуының керек жоқ. Енді қараңыздар. Мен ескерген жоқпын, жаңа сабақ кестесін құрастырғанда міндетті түрде бірінші жұмадан бастауымыз керек. Онда рет-ретімен жаңағы тақырыптары да өзі реттеп қояды. Яғни біз жаңағы бірінші жұмаға көшуіміз керек. Бірінші жұмадан. Ол бізде қай күні? Міндетті түрде қараңыздар, ол қыркүйек айынан басталып кету керек. Өйткені біз оқыдық қыркүйек айында. Егер сіз
жаңа август айына қойсаңыз, сіздің расписанияңыз жарияланбай қалады бұл жүйеде. Так, 10-шы вагон ол среда және четверг күні. Яғни ол бізге сәйкес келді 1-і және 2-сі. Пән аты информатика. Бірінші топ менде. Ибраев Арман. Бірінші тақырыптан бастаймыз. Так. Так, тағы да жаңартайын. Так. Маған қате беріп тұр. Яғни 1-ші қыркүйекті ол сабақ күні емес деп санап тұр менде. Бірақ та олай болмау керек. Жақсы. Біз онда жаңа былай істейік онда. Так. 2-ші жұмадан бастап мен қоя қойын. Яғни 8-і информатика. Яғни мен онда уже 3-ші сабақтан бастаймын. 2-ші сабақта мен анда жатсам. Так. Но 2 сағатты 1-ші жұмада алдырып кеттік. 3-ші сабақтан бастаймын. Міне добавил. И одан кейін 2-ші пән мұғалімдігінде қоса салайым. Ол бізде Нұрзат. 2-ші подгруппа. Так, ладно. Ол мұны базаға мен енгізген жоқ мұны. Сол үшін таппай атқан шығар. Так, жарайды. Енді қайтадан 2-ші сабақ ол бізде бейсенбі күні. Дәл солай жазамын. Информатика. 1-ші топ менде. Ибраев Арман Жанатович. И жаңағы мен жаңағы 1-2-ні 1-ші жұмада қалдырып кеттім. Ол мұнда информационный безопасность. Яғни, міне тұр. Болды. Енді бұл жаңағы бұл расписанияны келесі 3-ші, 4-ші, 5-ші жұмаларға автомат түрде ауыстыру үшін мен жаңа басамын скопировать расписание. Сонда мен жаңағы 3-ші жұмаға басамды и скопировать на все недели. Сол уақытта барлық жұмаларға біздің сабақ кестеміз жарияланып кетеді. Мен оны жасамайым, өйткені әлі мен оқушылармен бәрін ретке келтірген жоқпын. Осылай орындалады. Әр оқушы жаңа жариялап болғаннан кейін өз аккаунттарға кіргенде оқушылар автомат түрде 1-ші бетінде расписанияға басқанда осылай шығып тұрады. Мысалы, компьютер желілерге перейти кнопкасын басқанда әр оқушы сіз жасаған сабағыңызға сәйкес тақырыпты көре алады, сол тақырыпты меңгере алады және сол тақырыптарға қатысты тапсырмаларды орындай алады. Өте тамаша. Ал пән мұғалімде және мына жерде мониторинг деген вкладка бар. Сол жерде әр оқушының жасаған жұмыстарыңыздың бойынша бағалар көре аласыз. Мысалы, мен өзімнен көрсете аламын сізге. Жаңа пән мұғалім ретінде. Мысалы, бүгін біз вторник күні 2 сынып 11 сыныптар жасады. Перейти кнопкасын басқанда, мониторинг басқаннан кейін, міне жасаған жұмыстар бойынша, яғни оның балдары бар. Өте тамаша нәрсе. Жұмыс істегіңіз келсе, пән мұғалімдер, осымен жұмыс істеуге болады. Рахмет сіздерге.